Әйелдер нәзіктік танытқанды жақсы көреді, және сүйетіндігіңді ашық айтқанды ұнатады. Ол жөнінен әйеліңе сараң болма. Егер жылы сөздерге сараң болсаң, араларың суиды, бір-бірлеріңе деген сүйіспеншіліктерің азаяды. Әйел заты тым қатал, дөрекі еркектерді ұнатпайды, алайда өте жұмсақ, әлсіз еркекті қолданғысы келеді. Сондықтан да сенің бойыңда екі сипаттың екеуінен де орнымен болсын. Сонда сүйкімді боласың, әрі іштей сенімді боласың. Ер адамдардың өз әйелдерінен көргісі келетін тазалық, жылы сөз, жылы жүзділік, жұпар иісті болу сияқты ұнамдылықтарды әйелдер де өз күйеулерінен көргісі келеді. Сондықтан да әйеліңнен не күтсең, өзің де сол нәрселерді әйеліңе көрсете біл. Үйдің патшайымы отанасы. Ол отау деп аталатын кіші мемлекеттің әйел патшайымы. Сондықтан да әсте оның патшалығын талқандаймын деп, немесе оны тақтан түсіремін деп ойлама. Олай етер болсаң, әйеліңнің кішігірім патшалығын басып алған боласың. Ал бір патша үшін өзінің патшалығын басып алғаннан асқан жау жоқ. Әйел кісілер еркектің қисық қабырғасынан жаратылған. Әйелдің әдемі, әрі тартымды болуының сыры да сонда. Мысалы, қастың сұлулығы қиғаштығында. Сондықтан, әйелдің қисық қабырғадан жаратылғаны айып емес. Егер қате жасаған болса, қатты сөкпе. Қисық қабырғаны түзеймін деп тырыссаң, сындырып аласың. Алайда, мүлдем еркіне жіберме. Олай етсең қисықтығы артып, өзі біларман болып кетеді де, сені тыңдамай қояды. Орташа бол. Әйел баласы жақсылықты тез ұмытшақ болып келеді. Табиғаттары солай. Егер әйеліңе өмір бойы жақсылық істеп келіп, бір мәрте жамандық істесең, сенен ешқандай жақсылық көрген жоқпын деп шығады. Әйткенмен, әйелдің бұл қылығы оны жек көруге және одан бет бұруға жетелемесін. Өйткені әйелдің бір жөні ұнамағанымен, ұнайтын басқа жөні де бары анық. Әйел баласының кейде шаршап, шалдығып, мазасы болмайтын кездері болып тұрады. Ұлы Алла Тағаланың өзі әйелдердің мұндай халдеріне намаз оқу және ораза ұстау сияқты міндеттемелерден босатқан. Сондықтан көңіл күйі қашып, мазасы болмаған кездерде жаратушы иесі жеңілдік танытқандай, сен де оған жеңілдік таныт. Тым талапшыл болма. Ұмытпа, әйелің аманатың, аманатқа қиянат қылма. Сонда әйелің үйіңнің ұйытқысы, өмір жолыңдағы адал серігің болады. Әйел қанша сұлу болса, сонша адал болуы керек. Өйткені оның сұлулықтан көрер кесірін адалдық қана жеңе алады. Біздің жерімізде еркек діңгек, әйел гүл, діңгек жапырақсыз, гүлсіз, қазақша айтқанда қу бас деген сөз. Әйел құнарлы топырақ, онда адамзат дәні өсіп жетіледі. Біз сол дәннің жемісіміз. Әйелсіз адамзат жемісі ешқашанда болмайды. Адамды бұзатын не? Тағы сол атақ, ақша, арақ, осы үшеуі. Төртіншісі әйел демеймін. Алғашқы үшеуінің буына бөртіп, әйелдерді біз еркектер бұзамыз. Қартайғанда адам соқа басы сорайып, жалғыз қалады. Өйткені қыз күйеуге кетеді, ұлды келін әкетеді. Сонда сенен атақ, ақша, абырой, бала, бәрі безгенде, қыңқ етпестен қалқайып, қасыңда қалатын бүккіш кемпірің ғана болады. Адам боп сүрген аз дәуіріңді, 50 жас па, 100 бе, бәрі бір оны аяқтап, мәңгі келмеске бірге аттанар, сенімді серігің де сол. Сол жалғыз серігіңе өмірде адал болмағаның өзіңе ауыр, одан айырылып, жалғыз қалғаның одан да қиын. Мұны еркектер ойлауы керек. Еркекке тісте керек, істе керек, білекте керек, жүректе керек. Мейірімді еркек тойғанша тамақ жеп,
бай болуды мақсат тұтпайды. Ол істі көп тындырады, бірақ аз сөйлейді. Ізгі адамдармен әңгімелескенде ол өз кемшіліктерін өзгертеді. Әйел 40-қа келгенше өңін бермесе қасиет, еркек 40-қа келгенше есі кірмесе қасірет. Еркекке жүрек керек, әйелге тірек керек. Әйел адам табыс тауып үйренгенде ғана өзін әлде қайда қауіпсіз сезінетін болады. Күйеуі жұбайының есепшотын ондаған мың долларға толтырып қойса да, ол әйелдің өзіне деген сенімін арттырмайды. Табыс тауып үйреніңіз, сонда өзіңізге деген сенімділігіңіз артады. Әйел тоймай, күйеу байымайды. Көріксіз әйелдің күйеуі көзсіз болсын. Сұлу әйелдің күйеуі өмір бойы қарауыл болып өтеді. Келіннің 3 күйеуі болады. Алғашқы күйеуі алтын елі, екінші күйеуі ар намысы, соңғы күйеуі алған жары. Алтын елге болаттай берілсе, адалдықпен аты шығады. Адал атын сақтаса, алған жары қайда бармақ? Шыны аяқ сылдырламады десек, өтірік болар еді. Мен ондай шақта осы қызға іңкәр болған жас күндерімді есіме түсірсем, ашуым тарқап, табысқанша асығамын. Оның толып жатқан ескертпелерінің барлығы өз басыма деген қамқор құрметтің нәтижесі екенін ұққан сайын оның қадірін біле түсемін. Мейлі, басқаға бұйырғанды сұрап ала алмадым, бірақ бәрібір ризамын. Осы бергені аз ба? Көбін берген Құдай азын да береді. Өмір берген, тіршілік берген Құдай басқасын да береді. Тек күту керек. Әйел затының әдемілігі оның киген киімінде немесе оның сымбатында, һәм шаш үлгісінде де емес. Әйел әдемілігі оның көздерінде, өйткені көз оның махаббатқа толы жүрегіне апарар бірден бір жол. Әкесінің ақшасына үйленген әйелінің қадірін білмейді. Жақсы әйел жарының жақсылығын асырар, жамандығын жасырар. Әйелдің 2 аты болған кезде шынымен бақытты. Біреуі сүйікті, екіншісі ана. Қазақ әйелін жан жолдасым дейді. Бұл үлкен сөз ғой. Жаны мен жаны үндес, ойы, арманы үйлес, егіз адамбыз дегені ғой. Жаратқан біздің кіммен бақытты болатынымызды біледі. Сондықтан керек емес адамдардан айырып, басқа жандарға қосады. Әйел ердің қабырғасынан жаратылды. Тапталмасын деп, табанынан жаратылған жоқ. Бас болмасын деп, басынан жаратылған жоқ. Тең болсын деп, кеудеден жаратылды. Қорғалсын деп, қолтық тұсынан жаратылды. Сүюге лайық болсын деп, жүрек тұсынан жаратылды. Ер жігіттің құлағына: жар қылып алар қызыңның шешесіне қарарсың. Шеше көрген дал, алма ағашынан алысқа түспейді. Сонан соң әкесіне қара. Әке қатал, әрі мейірімді болуы керек. Билігі еркекте болған үйде береке. Осыны ұмытпа. Еркек балаларымен қоса әйелін де тәрбиелейді. Олардың санасына исламды қой. Дін жолын үйрет, оқыт. Аллаға жақынның адасқанын көргенім жоқ. Сондықтан осы іске жақсы көңіл бөл. Алғаның басқаны емес, әуелі сені сыйласын. Күйеуін ерім, балаларымның әкесі, болашағым деп сыйлаған әйел сенімен қоса бүкіл әулетіңді құрметтейді. Оның құрметі саған әулетіңнің алдында абырой сыйлайды. Оны қадір тұт, бар жақсы сөзіңді арна. Жұрттың, балаларыңның көзінше құшақтап сүйме. Өзіңнің де, оның да қадірін қашырарсың. Оның барлығы оңашада қыларыс. Ал басқа уақытта көз қарасың мен оған жасар жақсы ісің де жетіп жатыр. Оның жасар ісіне араласпа.
Ақылды әйел сен араласпай-ақ қажет ақылын өзі келіп сұрап алады. Оны қызған, тек жөнімен болғаны дұрыс. Ал шамадан артық қызғану ұрыс-керіске себепші. Қанша ұрыс-керіс болса да, өз араларыңда болсын. Сыртқа шығарушы болма. Ұрыс-керісте я сен жеңіл, я ол жеңілсін. Ал қателік пен дұрыс-бұрысын ашуларын басылған соң талқылаған жөн. Оны ешқашан алдама. Кез келген жағдайда тек шындықты айт. Оның өзіңе деген сенімін жоғалтып алма. Сезімнің іргетасы сенімнен қаланатынын ұмытпа. Не нәрсеге де сабыр қыл, барды қанағат тұт. Әйеліңнен де осыны талап ет. Сол кезде ғана өмірдің барлық тосын жайларына қарсы тұра аласыңдар. Ақшамен сыналсан шүкір ет, Алла денсаулықпен, баламен сынамасын. Жүрекке дүние кірсе, кең әлемді тар қылар. Жүрекке иман кірсе, тар әлемді кең қылар. Құрметті тыңдарман, қазақ тілді арнамыздың дамуын қолдасаңыз, лайк басып, ойыңызбен бөлісіп, тіркеліп қойыңыз. Бізбен бірге болыңыз.